мысалға? Жоқ, сонда кім айтты, баласы бар адамға болады, баласы жоқ адамға болмайды деген сияқты нәрсені не үшін айтып отырған мен түсініп отырған жоқпын. Біріншіден мен осы жерде айта кеттім ғой, ол жерде баланы араластырып, баланың ешқандай қатысы жоқ. Сен кіммен отношения қоясың? Кім айтты, осы жерде келген үміткерлердің бәрі сенің балаңмен алу керек, болмаса бір осы жерде келген әр үміткерге үйленіп кету керек деп кім айтып жатыр? Сондай заң бар ма не осы жерде? Онда сен де немене қылып жүрсіңдер? Тез Нұржан екеуі үйленіп кетпейсіңдер ма онда? Сен айтып жатсың. Онда қайда сол жасы танысқан жігіттер, неге сен сол екі баламен алмайды деген сияқты нәрсе айтып отыр да? Біз не үшін гарантия бере аламыз мына жақта? Әр келген үміткер жас жігіт келді, қанша жастағы жігіт келсе де біз оған гарантия бере алмаймыз, ол бізді бүгін ертең алады деген сияқты. Ол маңдайына жазылған адам жоққан кезде ол сен 10 балам болса да алады. Сонда не үшін сен онда логически ойла қара, не үшін сен онда ол азаматпен жұптыққа дейін бардың? Егер де сен білсең, ол ответственность ала алмайды екеніне. Мысалға мен тұрмысқа шығам деп білем 100% Нұржанға екенді. Сол үшін біз ара қатынастамыз. Ауру болсын, қандай болсын, махаббатымыз үшін тырысып жатырмыз. Сен сонда не үшін я деп айттың? Мысалы, не үшін жүрдің онымен басқа қалаларға, басқа шетелдерге не үшін бардың? Или мен бөлек әлемде отырмын ба? Мен бөлек әлемде отырған сияқты Айгүлге мысалы мен жақсы жағынан айтып жатсам, ол мен қыздар жатқан жоқ, Баласахан. Ондай адамдарға мен сабырым жоқ. Қалай сен жұртқа я дейсің? Ол адам жауапкершілік жоқ екенін, мен ол адамның жауапкершілігі мол екенін, қандай жақсы адам екенін мен қазір де айта аламын. Екеуміздің ара қатынасымыз үйленіп кетпеуіміз, ол жерде оның жауапкершілігі жоқ. Онда неге ол қазір мен сөйлеп жатырмын. Ол жерде оның жауапкершілік жоқтығынан емес, біріншіден екеуміз екі жаққа кеткеніміздің түйінін, қорытындысын білмей тұра, оның жауапкершілігі жоқ деп сен айта алмайсың, Ақерке. Онда қазір қайда? Қазір қайда ол? Жоқ, бұл сұрақ ол қазіргі ситуацияға байланысты емес, ол қайда деген сұрақ. Сен кім айтты, Нұржан сенің қасында до конца өмір бақи? Ладно, екеуің үйлендіңдер осы жерде. 2 жылдан кейін, 5 жылдан кейін, мына мінездермен даже 10 жылдан кейін ажырасып кетпейтіндеріне кім кепіл? Айтшы маған соны. Сен соны айтшы маған. Қара, жоқ. Мен сен Құдай сақтасын, бірақ ажыраспаңдар. Бірақ сен қалай айта аласың, уверена? Мен осы адамға тұрмысқа шығам. Сен білмейсің ғой, ертең не боларын білмейсің. Қарасай, мынандай мінезіміз бізде бастапқыда болған. Қазір де бар. Бірақ соның өзінде біз қазір біргеміз ғой. Ол азамат менің қасымда отыр ғой. Сенің азаматың қайда мысалы? Байсақшы қыздар. Бір рет аузы күйген үрлеп ішеді деген сөз бар ғой. Мен бір рет аузы күйген адамды көріп отырған жоқпын. Уже сенімді айтып отыр да, уже қалай адам қорықпай сенімді айта алады, мен соған таңғаламын. Я уверена деген сияқты ше. Қалай ол нәрсеге сенімді бола алады бір адамға? Сен ол адамды әлі толықтай білмей жатып, мен просто түсінбеймін. Баласаханым, енді мына жерде ше, жас мәселесі келген шығып жатыр ғой. Бұл жерде, бұл ситуацияда Лаура мен үміткерінің арасы 8 жас. Мен ойлаймын 8 жас деген кәдімгідей жас аралық деп. Және де кейбір жігіттер бар, жарайды 1-2 жас кіші, бірақ оның түсінігі, жауапкершілігі жоғары болады да, кәдімгідей бір ер азаматтық мысы білініп тұрады. Ал бұл тараптан мен байқап отырған, кешіріңіз, бірақ сізден ондай бір Лаураға лайықты деңгейде көріп тұрған жоқпын. Сол тараптан айтып жатырмын. Және де мына жерде Айгүлдің сөзіне айта кетсем, Айгүл айтады, жас жігіттер қызық деген секілді айтып тұр ғой. Айгүл жалпы бір қызық қуатын жастан өтіп кетті деп ойлаймын да. Мүмкін Ақерке сол тараптан айтып жатқан шығар, сенің 2 балаң бар, сен кәдімгідей өмірге серьезно қарауың керек. Саған бір сондай серьезно жігіттер керек. Қызық қуып жүретін жас балалар емес, кәдімгідей ақыл тоқтатқан үлкен ер азамат керек деген оймен айтып жатыр деп ойлаймын бұл жерде. Және де енді өмірде неше түрлі ситуация бар, Баласаханым. Я неше түрлі тағдыр бар. Оған мысалы Несібел мен Эльдардың да ситуациясын алсақ, Несібелінде Эльдар 3 баласымен алғанда шын махаббат болған жерде. Ал бұл ситуацияда енді әркімнің тағдыры әртүрлі. Дегенмен де мен ойлаймын, мен де ойлаймын Айгүлге жалпы өзінен үлкен жас жігіттерге емес, кәдімгідей бір жақсы орнықты жігітке Баласахан, егерде мен кезінде тұрмысқа шыққан кезінде, бірінші тұрмысқа шыққан өзіммен бір 5 болмаса 10 жас кіші жігітке тұрмысқа шығып ажырассам, мен айтатын едім, шынымен де ойлану керек сияқты, негізі жас жігіттер осындай болмайтын сияқты деп. Неге сен мына жерде мына жігітке сен уверенно айтып отырсың, то что сен екеуінің араларың осынша жас, сен оған келмейсің деп, қалай сен уверенно айтып отырсың? Сен өзің қасындағы жігіт те жас кішкентай болды, келді, келмеді деп өзіңде жүз құбылып жүрсің ғой. Сен қалай оған уверенно айта аласың, айтшы соны? Несіне қарап айтып отырсың? Сен ол жігітті әлі танымайсың, зерттеген жүз жоқсың, оны вообще білмейсің. Сен қалай онда уверенно айтып отырсың, соны айтшы? Мен Баласаханым әрекеттеріне қарап айттым. Және бұл менің субъективті пікірім, мен өзімнің тарапынан айтып отырмын. Лаура, бұл жігіт саған келмейтін сияқты деген оймен ғана айтқан сөзінде негізі бір айтып тұрғанда негізі бір түсініп тұрмын айдан айтқан. Өйткені бір 8 жас деген бұл бір 2 жас пен 8 жастың айырмашылығы өте үлкен негізі айтып тұрғаны. Бірақ менше әлі бұл кісіні әлі дұрыс танып білген жоқпын, бірақ айта алмас едім, бір қатты білінді деп білмеймін. Пока что әлі білінген жоқ менше. Сандуғаш. Қайырлы күн, Баласаханым. Енді мені неге жаман айтады деп ойлап қалмаңыздар, бірақ не көріп отырмын, мен де айтқым келіп отыр өзім пікірімді. Бұл таныстықтан болашақ көріп тұрсыңыздар ма екеуіңіз де? Лаура, Бекзат сен алады деп ойлайсың ба? Мен ойламаймын, мысалы, факторға сүйеніп айтатын болсам. Біріншіден 8 жас, бақандай 8 жас айырмашылығы бар. Екіншіден сен азаматтық некеде болғансың, өзің айтқансың. Үшіншіден ешқандай ата-ана, сіздің ата-анаңыз ондай қызды алып бермейді. Жоқ. Сандуғаш, мен жауап беріп кете салайыншы. Сандуғаш негізі ше, бұл кісі маған ұнаса ше, бұл кісі мені алады.
Баласа ханым. Мен сенімді айта аламын. Өйткені мен өзіме сенімді қыздардың қатарынамын. Негізі махаббат болса, ол жас мәселесі. Бұл өмірде мен ойлаймын. Ернар, Мынандай нәрсе ғой. Ассалаумалейкум, барым қош келесіз. Енді мынандай нәрсе ғой, бір-ақ рет ортаға шықты да, қандай алу деген мәселе болып жатыр, мына жерде түсінбеймін. Қашан отбасы боласыңдар? Оған әлі ерте ғой, бір-бірін вообще танымайды да. Бір-ақ рет кездесу болған, бірін-бірін қандай не жақсы көретін, хоббиін да білмейді. Қашан отбасы боласыңдар, қашан жұп боласыңдар деген нәрсе, ол білмеймін. Вообще мардымсыз сұрақ деп ойлаймын. Алдағы уақытта 3-4 рет ортаға шықсын, потом барып айтылатын мәселелер олар. Сізге әкелген гүлдің өзі де түсі сары ғой. Сары түс не екен, нені білдіретінін өздеріңіз білесіздер ғой? Сыйластық. Нені білдіреді сары түс? Нені білдіреді? Достықтың белгісі. Оны білмейді екен мен. В общем, біздің ЖК-да света шыққап деймін, маркасын қараңыздар. Әлі күн қай этажға келдік? Примерно 7-ші этажға келдік ау деймін. Мына подъездбен келе жатырмық қой. Енді уже света шыққапты ЖК-да, сосын көтеріп берейін деді. Болды ғой, ә? Ой, рахмет. Лай мияуламайтын едім дейді, осы береміз қатты деп. Сол ғой айтып отырмын, қартайғанда бала көтеріп, кәдімгідей неше түрлі қылық шығарып жатырмыз. Өзімде нервыма тиіп жүр ғой, кәдімгі мияулығым бар ғой, қанымды қарайтып жүр. Бірақ әйтеуір шүкір, енді жылап кәдімгідей деген енді видеоларды салған жоқпын, құрсын енді. Ондай неге дейін, мияулыққа дейін жеткен жоқпын, берге бетінде жүрмін. Жаңғақ бітейін деп тек бит жүрмін. Еще мына соңғы айлары ғой, бір сөз айтқанда, соңғы ай емес, даже соңғы апталары ғой, шатайытса бар ғой, гармоным ойнап, бірақ қандай басқалар сияқты сентиментальный жылауға гармондарым ойнап атқан жоқ. Нервныймын ғой, нервный ана жерде бірдеңе тұрса, сол нервымды ұрады. Үйдің ішінде құттай бір шыбын ұшып жүрсе, соған жыным құрсып қалады кәдімгі. Достар, мына Вьетнамның ақшасы донг деп айтылады екен. Мына 10.000 донг біздің теңгемен есептеген 199 теңге екен, короче. Вьетнамский ақша осындай болады екен. Мынау су бірдеңе сурет жоқ артында. Қалай мына атам. Сегодня был очень тяжелый эфир. Люди просто вот так вот наизнанку выставили меня какой-то обманщицей. Но моя правда есть правда. Вот что я могу сказать. Ну ладно, когда все 30 участников против тебя, одной, оказывается, оправдаться никак нельзя. Очень сложно. Я думаю, что мои люди по-любому мне верят. Вот. Қалайсыздар, мен үшін қайырлы таң, бұлар үшін қайырлы түс. Ас болсын, палуандар. Ассалаумалейкум, ас болсын. Типа ханзадалар ғой бұлар, типа. Ой, өлтіріп тұр, тамақ ішеді бұлар. Біз жеңіл жеп сорпа алайын. Халықтың таңдап жатқан ханзадасы. Қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Дайындығыңыз қалай? Алла шүкір болсын. Бүгін енді соңғы күн. Бүгін жеребе соңғы болады. күн, сосын 2 күн дайындықтарыңыз бар. Сонымен болып бітті. Біздің кезекті ханзадаға лайықты деп көріп жатқан қатысушымыз Ернар, қалайсыз? Қайырлы күн, жақсы, алхамдулилля, өздеріңіз. Өте заряженный болып тұр бұл кісі. Иә. Қалайсыз? Достар, егерде сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, ханзада деген білдіре отырыңыздар. Оны айтам, бұлар неге бастарын қатырады, мен әлі таң қаламын.